Сіздермен бірге рахмет. Бүгін біз Қытайдан келген товарларға обзор жасаймыз. Растамахан видеосы бүгін түсірмейін деп шештім. Себептері де бар. Біз Қытайдан келген лампыға бірінші бастайық. Бұл лампы мынандай көріп тұрғандарыңыздай жанбай тұрды. Мына жерін қосамыз. Мынау ма жарығы деп ойлап тұрған шығарсыздар, әрине жоқ. Бұл ол лампының қосылып тұрған деген белгі. Оны қосу үшін бүйту керек. 50% қосылуы деген белгі да. Мін. Оның қызық, оның светін ұлғайту үшін бүйту керек, жарығын яғни. Мін қараңыздар. Мін мынау арқылы бұрады, мен мынау тұрған. Қазір оның жарығын кеміте аламыз, мін қараңыздар. Өте ерекше лампы. Бұны өшіру үшін мынаны баспаймыз, мынаны бұрамаймыз достар. Қызық, нағыз Қытайлардың мықты товары деп айтуға болады. Қараңыздар, бұны тағы да басқа жолмен не істеуге болады, жағуға болады. Қалай деп ойлап тұрған шығарсыздар, мынау арқылы ма деп. Әрине жоқ, қараңыздар. Міне. Достар, қызық. Негізі өзім де таңғалдым бұндай. Ал енді бұны өшіріп келесі товарға көшейік. Ол деген бізде. Алайын сіздерге арнап. Қараңыздар. Мынандай микрофон. Бұл деген мынандай. Қараңыздар. Power on. The Bluetooth device is ready to pair. Міне мынандай жанып тұрады. Міне мынандай жерлеріне не қосады? Дауыс қосады. Мынау жерлерінен не істейді, андай зәртке қояды бұл деген. Мен мына жерінен оны наушникке қосуға бола ма, түсінбедім бұл. Осындай микрофон бұл. Ерекше, бұл да Қытайдан келген тауар. Ерекше тауар деп айтуға болады, достар. Бұны өшірілді. Бұндай үйде біреу-ақ қалды. Бұның ағы бар әлі. Және сіздерге келесі тауарды көрсетейін. Бұл деген жайлы көрпе, қараңыздар. Міне, мынандай жүннен жасалған әдемі үлпек жүннен. Мынандай, мынау бұл іші, достар. Міне мынау сырты. Әдем, достар, әдем да. Бұны ұстағанда әдем. Тек сіздер бұны көріп отырсыздар. Ерекше. Бұл тағыда, бұл көрпенің тағыда мынандай түрі бар. Тағыда оның мынандай жасыл түрі бар. Менің осы жергілікті көрермендерім болсаңыздар, осы ауылда тұратын болсаңыздар, мен тұратын ауылда, Шақпақ-Ата деген ауылда тұратын болсаңыздар, келсеңіздер болады. Желтоқсан 514. Міне, мынандай шалбар көрсетпекшімін. Несі ерекше бұл? Кәдімгі қазақтар шығаратын шалбар ғой деп ойлап тұрған шығарсыздар. Қараңыздар, бұның ішінде мынандай жүн бар. Әдетте қалған бұндай шалбарларда жүн жоқ. Жайлы да жылы болады. Мен де сондай біреуін киіп алғам. Тағы сіздерге деген мен мынандай орындықтарға қоятын көрсеткім келген мен. Бұл да кәдімгі жүннен жасалған қытайлықтардың шығарғаны сол баяғы.
айлықтар өте ақылды. Мін тағы бізде деген мынандай көрпелер бар. Мынау көрдіңіздер ма? Осындайдың біреуін өзімізге алып алғанбыз достар. Ал достар, осымен аяқтаймыз. Видеоны лайк басып каналға жазылыңыздар. Мен әлі обзорлар түсіретін боламын тағы да. Ал сау болыңыздар.